10 сабақ құюға берілген есептер. 10 литрлік бөшкеде су бар, және 7 литрлік 2 литрлік бос ыдыстар бар. 2 ыдысқа 5 литрден суды қалай тең бөлуге болады? 10 литр су бізде бар, және 2 ыдысымыз бар, біреуі 7 литр, біреуі 5 литр. Ал бізге алу керек, жоқ, біреуі 2 литр екен, бізге алу керек 5 литр суды алу керек екен. Демек, бұл есепті кесте арқылы анықтайық. Кесте арқылы анықтайтын болсаңыздар, оқушыларға өте түсінікті болып, оқушылар тез жылдам түсінетін болады. 10 литр судың ішінде бізде су бар. Демек, 10 литр толып тұр, ал 7 литр менен 2 литрде ешқандай су жоқ. 10 литрліктің ішіндегі 7 литрді төменге қарай құятын болсақ, өзінде 3 литр қалады, ал 2 литрлігіміз әзірге бос. 7 литрліктің 2 литрлігін төмен құйсақ, өзінде 5 литр қалады, ал бастапқыда 3 литр қалған еді. Енді 2 литрдегіні, яғни 2 литрдегіні жоғарыға апарып құятын болсаңыздар, 10 литрдің ішіне 5 литр қайта пайда болады дағы. 7 литрлікте 5, ал мына жақта 0. Бізге 5 литрден құйып алыңыз деп айтты. Міне 5 литр және 5 литр. Екінші, 9 және 4 литрлік 2 ыдыс берілген. Осы ыдыстардың көмегімен бақтан 6 литр суды қалай алуға болады? Суды баққа қайтадан құюға болады. 9 литрлі және 4 литрлі 2 ыдыс бар. Осы екеуінің көмегімен бізге 6 литр су алу керек. 6 литр су алуымыз керек. Қайтадан кесте арқылы көрсететін боламыз. Демек, 9 литрді толтырып алатын болсақ, мына жақта бізде су құйылған жоқ. 9-ның 4 литрін төменге құйсақ, өзінде 5 литр қалады. Енді мына 4 литрді қайтадан баққа құйып тастайық. Сонда о жақта су қалған жоқ. Ал мына жақта 5 литр бар еді. 5-тің 4 литрін төменге құятын болсақ, өзінде 1 литр қалады. Мына суды қайтадан баққа құйып тастайық. Яғни о жақта қайтадан 0 болады дағы. 9 литрді 1 литр болады. 1 литрлікті төменге қарай құямыз, сонда өзінде 0. 9 литріміз біздің бос, сондықтан жоғарыдан бастапқыдан қайтадан толтырып аламыз. 9, ал мына жақта 1 қалған еді. 9-дың төменге қарай 3 литрін құюға болады, себебі о жаққа 4 литр сияды ғой. Демек 3 литрін құятын болсақ, төменде бізде 4 литр болады. Ал мынаның 3 литрін төмен құйсаңыздар, жоғарыда 6 литр қалады. Демек, бізге 6 литр суды алу керек еді. Біз алдық. 9 литр ыдыстың ішінде 6 литр суымыз бар. Бір адамның бөшкесінде 12 литр май болды. Оның жартысын сыйға бергісі келді. Бірақ оның 6 литрлі ыдысы болмады. Тек қана 8 және 5 литрлі ыдыстар арқылы 6 литр майды құйып алыңыз дейді. Демек, оның 12 литрлігі ыдысы бар, 8 литрлігі ыдысы бар, және 5 литрлі ыдысы бар екен. Қайтадан кесте арқылы анықтасақ, өте тиімді болады. Мхм. 12 литрдің ішінде бізде бар, ал мына екеуінде жоқ еді. 12 литрдің 8 литрін төменге қарай жібереміз. Сонда оның бастапқысында 4 литр қалса, мына жаққа 0 литр болып тұр. Енді 8-дің бізде 5 литрін төменге қарай құйып жіберуге болады. Сонда өзінде 3, ал бастапқыда 4 қалған еді. Енді төмендегі 5-ті бастапқыға қайттан апарып құятын болсақ, ол жақта 9 қалады. Ал мына жақта 3, мына жерде 0 деген сөз. Енді 3 литрлігімізді 5 литрге ауыстырамыз. Өзінде 0, ал бастапқыда 9. Енді 9 литрліктің 8 литрін төменге қарай құятын болсаңыздар, өзінде 1 литр қалады, ал төменгіде 3 литр еді. Ары қарай келесі кестен сәл созып алайық. Енді не істейміз? Енді мына 8 литрліктің ішіндегі 2 литрді төмен қарай құйыла алады. Себебі яққа 5 литр сияды ғой. Демек, 2 литр төмен қарай кететін болса, өзінде 5 литр қалады. Ал мына жақта 5 литр болады, 5 болады. Ал бастапқыда бізде мына жаққа бізде 5 литр кетсе, 8-дің яққа 2 литр кетеді екен ғой. 2 литр кететін болса, бұл жақта 5 болады. Ал мына жақта 6 литр қалады екен. Ал мұнда жоғарғыда 1 литр қалады. Бізге 6 литрді ал деп айтты. Мұны біз 6 литрді алдық. Жауабы 6 литр алынды. Төртінші есеп. 2 бос 5 және 2 литрліктің көмегімен 1 литрді алуымыз керек. Яғни 5 литр бар ода, және 3 литрлік 2 ыдыс бар. Осы ыдыстардың көмегімен бізге 1 литрді алуымыз керек. Енді кестемізді қайтадан толтырып шығайық. Бірнеше кесте сызып аламыз.
қай жерде анықталатыны белгісіз себебі. Жауабына дейін біз кестені сызып осылай жұмыс жасай береміз. 5 литрліктің ішіне суды толтырып аламыз. Өзеннен алу керек қой бізге суды, иә? Ал мына жақта 0 литр. 5-тің 3-ін төменге қарай құямыз, сол кезде 2 литр қалады. Мына 3 литрді өзенге қайтадан құйып тастайық. Сонда 2 литр жоғарыда. 2-ні төмен қарай түсіреміз, өзінде 0 қалады. Енді өзеннен қайтадан толтырып алатын болсаңыздар, жоғарыда бізде қайтадан 5 литр тола келеді, мына жақта 2 литр болады. Енді не істейміз? Енді мына 5 литрліктің 1 литрі төмен қарай сияды. 1 литрін төмен қарай құятын болсақ, мына жақта 3 болады, мына жақта 4 болады. Мына 3 литрді қайтадан өзенге құйып тастайтын болсақ, мұнда 4 литр. 4 литрдің төменге қарай 3 литрі кетеді, ал өзінде 1 литр қалады. Міне, есептің жауабы шықты. Бізге 1 литр су алу керек деп айтып еді. Міне 1 литр суды алдық. 5-ші есеп. 5 литрлі және 7 литрлі бос шелектерді пайдаланып, су құятын кран мен оны төгетін жерді пайдаланып, 4 литр суды қалай алуға болады дейді. Демек бізде 7 литрлі және 5 литрлі 2 ыдыс бар. Байқасаңыздар, кесте арқылы бізде есебіміз түсінікті және анық көрінетін болады, оқушыларға да өте тиімді. 7 литрді толтырып аламыз, 5 литріміз бос. 7-нің 5-ін төменге құйсақ, өзінде 2 литр қалады. 5 литрді өзенімізге қайтадан құйып тастай салайық. Демек 0, ал мұнда 2. 2-ні төменге қарай құйып алсақ, мына жақта 0 болады. Енді 7 литрді қайтадан толтырып аламыз, мына жақта 2 литр бар етін. 7-нің төменге қарай 3 литрін құюға болады, иә? Себебі 5 литр керек қой. 3 литрін құйып алатын болсақ, мына жақта 5 болады. Ал мына жақта 7-тен 3-ті алсаңыз 4 литр қалады. Болды, біз есебіміздің жауабына жеттік. Себебі 4 литр суды ал деп айтты, біз алдық. Соңғы есебіміз 9 және 5 литрлік ыдыстарды пайдаланып, 3 литр суды қалай құйып алуға болады дейді. 9 литр және 5 литр. Ал бізге алуымыз керек 3 литрді. Кесте сызамыз. Тоғыз литрға суды құйдық. Мұнда 5 литріміз бос. 9-ның 5 литрін төменге ауыстырсақ, мына жақта 4 литр қалады. 5 литрлікті қайтадан өзенімізге құйып тастаймыз. Сол кезде мына жақта 4. 4-ті төмен қарай ауыстырамыз. Мына жағымыз 0 болады. Бұл қайттан толтырамыз. 9-да 4 болады біздің. Енді 9-дың мына жақ төменге қарай 1 литр кететін болса, демек мына жақта бізде 5 болады да 8 литр қалады. 5 литрлікті қайтадан өзенімізге құйсақ, 0-де 8 болады. 8-дің төменге қарай 5 литрін ауыстырсақ, өзінде 3 литр қалады, иә? Бізге 3 литр су алу керек еді. Мұны біз 3 литр суды алдық. Демек, құюға берілген есептерді кесте арқылы шығаратын болсаңыздар, өте түсінікті және анық, оқушыларға да тиімді болып көрсетіледі.